Okay. Барлығына сәлем. Hello. Hi. Can you hear me? Нормально естіліп тұр ма? Сәлем. Окей. Хо. Давайте мен бірінші онда өзімді таныстырып кетейін, я? Кто я, откуда я и тому подобное. Менің есімім Үмітжан. Мен 2022 жылы Қазақ ұлттық университетін бітірдім. Шетел филологиясы ағылшын тілі мамандығында. Осы жылға дейін ОБТ-ға дайындап жүргеніме 3 жыл болды. Мені просто Уми апай дей берсеңіздер болады, окей? Жақсы ма? Кез келген сұрақтарыңыз болса, в процессе урока чатқа жаза беріңіздер, сол кезде мен сразу жауап беремін. Бізде енді қараңыздар, сабақтар қалай өтеді? Бізде где-то примерно 50 тақырыптай бар, который біз өтуіміз керекпіз. И сол 50 тақырыпты біз 2 айда бітіріп тастаймыз примерно. Ары қарай тест талдаумен айналысатын боламыз. Алғашқы сабақтарда біз тест талдамаймыз. Біз тек қана қатесі естіліп тұрған шығар, иә? Тақырыптарды өтеміз, то есть базаны құрастырамыз, кейін уже біраз тақырып өткеннен кейін тесттарды ақырын ішіне қоса бастаймыз, окей? Хо. Окей. Онда бастай берейік, иә? Окей. Сонымен бүгін біз бірнеше тақырыптарды өтеміз. Бұл өте easy тақырыптар. Олар бізде an, article, nouns, яғни countable, uncountable, plural, singular, abstract, concrete noun, common noun, proper noun, collective nouns. Потом only singular деген енді ол қазір түсіндіріп өтемін. Only plural and both countable and uncountable nouns туралы өтетін боламыз. Барлығымыз дайын отырайық, біраз информация аламыз, бірақ в принципе түсініп алсақ бұлардың барлығы жеңіл, иә? Енді бірінші біз қарастырайық. Бізде noun. Noun деген не? Ол зат есім, дұрыс па? Зат есім, то есть сіздер түсінесіздер, кім не деген сұраққа жауап береді, кез келген бір зат. Допустим, мынау ручка, иә? Мынау телефон и тому подобное. Енді қараңыздар, зат есімдер бізде классификациясы өте көп, то есть өте көп түрлі бөлінеді. И в первую очередь бірінші біз countable және uncountable дегенді қарауымыз керекпіз. Егер біреуде ұстамай тұрса, немесе қатып тұрса, шығып қайтадан кіріңіздер, окей? Сонымен қарайық. Countable noun дегеніміз, ол бізде саналатын зат есім. Қазақша жазып қояды, саналатын. Uncountable деген ол бізде саналмайтын. Енді қараңыздар. Так, кімде қатпай нормально істеп жатыр? Плюсик жіберіңіздерші. Почему всегда осындай проблема? Кімде қатпай норм істеп тұр? Біраз адамдар норм істеп тұр екен, значит, кімде қатып жатыр, сіздер кіріп қайтадан шығыңыздар, хорошо? История просмотров, история приложения удалить етіп. Окей, біз жалғастыра береміз. Сонымен саналатын және саналмайтын. Енді біз қалай түсінеміз? Саналмайтын деген, саналатын деген, то есть кез келген бір физический нәрсе, который біз санай аламыз. Менің қолымда бір ручка бар, 2 ручка бар, 3 ручка, иә? Допустим, бір планшет, 2 планшет, бір алма, 2 алма и тому подобное. Допустим, біз машинаны санай аламыз, иә? 3 машина деген сияқты, car. Что еще бізде countable санай аламыз? Қандай мысалдар келтіре аламыз? Pen,
дұрыс па? Book, apple и тому подобное. Хорошо? Вот. Uncountable-ға келетін болсақ, ол бізде саналмайтын. Допустим, біз суды санай аламыз ба? Су ол сұйық нәрсе, иә? Біздің мысалы water. Ага, чайды санай алмаймыз, иә? Tea. Что еще? Допустим, my, butter. Оларды біз санай алмаймыз. Олар саналмайтын және саналатын болып бөлінеді. Окей? Біз ары қарай кете береміз. Енді қараңыздар. Countable noun, яғни саналатын зат есімдердің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Молодцы, хорошо, жақсы мысалдар келтіріп жатсыздар. Ол бізде singular және plural. Singular деген это яғни бір-ақ штук, жекеше. Я? Қасына жазып қояйын, жекеше. Ал plural деген это значит көп сөз, көп штук. Яғни ол көпше. Егер мына екеуін жаттау, шатастыратын болсаңыздар, музыка тыңдайтындар болса, бізде әншілер бір альбом шығарса, ішінде көп өлеңдер болады ғой, а егер ішінде бір-ақ өлең болса, онда оны single дейді. Дұрыс па? Вот, бір-ақ штук singular. Окей? Енді қараймыз. Singular noun деген, допустим, book, иә? Ал plural осының, допустим, one book болсын. Ал plural two books. Егер one car болса, two cars болады. Дұрыс па? Так, тағы да не десек болады? One apple болса, one apple, two apples. Оңай, иә? Сонда бізде қандай логикаға кеп тұрмыз? Алдықта тупа S жалғай салдық бүкіл сөздерге. иә? Яғни book, books, car, cars, apple, apples деген сияқты. Но не все так просто. Яғни мынандай логика болып тұр қазір. Біз аламызда барлығына S жасамыз. Но бәрі солай жеңіл болса, өмірімізде слишком жеңіл болатын еді, иә? Ағылшындар өмірді кішкене қиындатқанды ұнатады. Қазір мен жақта тағы бір бос не жасайын. Олар, смотрите, бізде не всегда просто S қана жалғанады. Бізде енді мына жерде plural forms'ты жасау үшін, plural noun'ды жасау үшін кәдімгідей ереже бар. Сол ережені қазір жазатын боламыз. Яғни жазып қояйық plural nouns, иә? То есть чаще всего бірінші вариант это бізде noun және оған S жағаймыз. Дұрыс па? Жаңағыдай мысалы book, books и тому подобное. Book, books. Екінші вариант. Енді қараңыздар. Бізде жаңағы зат есім noun плюс S деген әріпке SS, SH, CH, X, O және Z деген әріптермен аяқталатын болса, онда бізде, достар, не жалғаймыз? ES жалғаймыз. Мысалы, коробка box, көпшесі қалай болып кетеді? Boxes. Келе ма? Допустим, щетка brush, қалай болып кетеді? Brushes. Тағы бір мысал. Ну, potato, иә? Potato деп отпаңыздар, окей? Potato. Қалай болды? Potatoes. Сонда барлығында ES жалғадық. Бізде, видите, X, SH, O деген әріптермен аяқталып тұр. Келесі вариант бізде ол мынандай. Жаңағы біздегі noun, зат есім, F және FE деген әріптерге аяқталатын болса, онда бізде VS болып кетеді. Допустим, біреулер келеді. Менің вообще-то 4 әйелім бар деп мақтанады, иә? Сонда не дейді? I have 4, не болып кетеді? Wife. F имен аяқталып тұр ғой? Wives болып кетеді. Дұрыс па? Допустим, волк, иә? Wolves болып кетеді. Окей, easy. Келесі ереже мынандай болады. Бізде төртіншісі, какой-то бір noun, зат есім, и ол егер consonant, достар, consonant деген не? Consonant дауыссыз. Дауыссыз. Ой, ё-моё, қазір. Сейчас, бір минут. Дауыссыз. То есть noun дауыссыз және одан кейін Y деген әріп болатын болса, онда бізде не болып кетеді? ES болып кетеді. Мысалы, baby. Қараңыздар. B деген дауыссыз ғой. И B-дан кейін еще бізде Y тұр. Дұрыс па? Значит, не болып кетеді?
Babies. Это сендер. You're such a babies, я? Тағы не? Допустим, аны өлім білетін шығарсыздар, иә? Hey, where is puppy down деген сияқты. Вот lady тоже y алдында d деген дауыссыз тұр, иә? Қалай болып кетеді? Ladies. Оңай, иә? Бірақ егер де, допустим, boy, иә? Мына жерде дауысты дыбыс тұр ғой y-дың алдында. Дауысты болса, ну просто шығай саламыз. Boy, boys. Окей? Хорошо, жақсы мысалыны. Candy, candies, иә? Так, candy, candies. Аха. Хорошо. Мынау бойынша сіздерге түсінікті болды ма? Көпше түрі қалай жасалатыны? Сұрақ бар ма осы бойынша? Яғни қараңыздар, S, SS, C, SH, CH, X, O, Z болғанда ES жалғаймыз, F, F, E болғанда VS жалғаймыз, дауыссыз және Y болған кезде ES, я жақсы toys болады, молодец. Оңай екен, иә? Онда біз ары қарай жалғастыра береміз. Так, мына жерге сыймай қалды, біз тағы бір бетті ашайық мына жерден. Окей. Енді қараймыз. Бізде тестта келетін нәрсе, қандай нәрсе келеді? Бізде irregular десе, барлығын в первую очередь миора. Так, irregular десе, это irregular verbs, это так, be, was, were, been, begin, began деген сияқты. Но бізде достар irregular'дың дофига түрі бар. Олардың бірі бізде irregular nouns. Немесе irregular plural nouns деп сұрайды бізден. Давайте жазайық. Irregular plural nouns. Именно өстіп сұрап келеді сізден тесттан. Сол кезде, так, апа, irregular plural nouns деген не? Что за непонятный нәрсе деп тұрмаңыздар, иә? Irregular plural nouns деген, яғни бізде қараңыздар, ереже бойынша бізде зат есімнің көпше түрі S, ES деген сияқты, VS, әртүрлі, әйтеуір ішінде S бар. Но irregular plural nouns'ның көпше түрі бізде үйтіп жалғау, жұрнақ жалғану арқылы емес, түбірімен өзгеріп кетеді. Сіздер оны білесіздер, сіздер просто, может, оны атауын білмейсіздер, иә? Ол бізде, допустим, child, не болып кетеді? Children. Дұрыс па? Вот. Ой, рахмет. Сіздер де күштісіздер. Аха. Child, children. Тағы да қандай варианттар бар? Жазыңыздар чатқа. Сіздер білетін шығарсыздар. Goose, geese. Я? Что еще у нас? Man болып кетеді. То есть звучаниеда особо разница жоқ. Но уже woman деген кезде woman, на жерде women деп оқыласыздар. Хорошо? Women. Хорошо. Mouse, mice. Хорошо, молодцы. Mouse, mice. Алтыншысы. Так, ox, oxen. Окей. Oxen. Жетіншісі. Tuesdays. Вот, өздеріңіз-ақ күшті біліп тұрсыздар. Просто сіздер должны запомнить, что бұл нәрсе irregular plural nouns деп аталады, иә? Tuesdays. Person, people. Хорошо. Person, people. Cactus. Хорошо. Что-то такое unusual, я? Foot, feet. Хорошо. Аяқ, да? Так, 10-шыға келдік. Foot, feet. Так. Енді қараңыздар. Бізде өзгермейтін нәрселер бар. Ол deer. Так, deer. Deer арқылы жазасыздар. Олень деген білдіреді, иә? Андай, дорогая Үмітжан апай деген кезде, олень Үмітжан апай деп жазып жібермеңіздер шатастырып, иә? Ой, deer емес, deer. Мен өзім дорогая деп жазып қойыппын ғой. Deer. Шатастырмаймыз. Дорогой мен оленьді, иә? Екіншісі бізде fish. Қазір бұл туралы еще бір нәрсе айтамын сіздерге. Fish. Потом еще бізде так, deer, fish и ship. Так. Ship. Баран, иә? Апай, бұл неге ой өзгереді? Бұл неге өзгереді дейінде, это оушын прям біз ағылшын тілінің тарихына кетуіміз керекпіз, да? Но бұл просто қатып қалған сондай ереже. Бізге просто жаттап алу керек, что child's емес, children болып ауысып кетеді, иә? Women's емес, women. Хорошо? Не үшін деген, давайте мен тарихын зерттейін, келесі сабақта айтып беремін сіздерге, окей? Но негізі, вот. Но бізде қатып қалған, и бізге жаттап алу керек. Сонымен, окей, да? Түсінікті ғой мына нәрсе. Енді қараңыздар, жаңа чатта біреу жазды. Фиштің көпше түрі fishes болады деп. Смотрите, фиштің көпше түрі бізде fish та болуы мүмкін, өзгермейді. А еще fishes болуы мүмкін. Қалай ойлайсыздар, в чем разница? Қандай идеялар бар? Вот, екеуін де қолдана аламыз. Неге? Идеяларыңыз болса, чатқа жазыңыздар. Неге кейде біз fish дейміз, кейде fishes дейміз.
Fish, по идее, бірнеше балықтың түрі емес пе? По идее, да? Ирасол. Жазып отырамыз. Әрине, жазып отырыңыздар. Смотрите, fish, если мы говорим жалпы просто балықтар, я, балықтың түрлерін, онда біз fish дейміз, я? Yesterday my dad went fishing and he caught a lot of fish, я? Кеше папа, короче, балық аулауға барыптар, балыққа өте көп балық ұстап алды дейсің. Онда я, fish. Тойларда боласыңдар ғой, я? Тойға барған кезде не нәрсе сізге түсініксіз болады, именно қай жер түсініксіз, соны жазыңызшы, хорошо? Тойға барасыздар ғой, тойға барғанда андай стол, бауырсақ, кәмпит анау, и мына жерде столда балық тұрады. Қызыл балық, ақ балық, скумбрия, селедка деген сияқты. И вот когда көп балық тұрады ғой, көп балықтың түрлері болған кезде біз fish істейміз. То есть когда бізде балықтың түрі болады, онда fish істейді. Тарихын қазір айтыңызшы деймін, мен тарихын білмеймін ғой. Сол үшін келесі сабақта қарап айтып беремін. Так, Аружан Алданазарова, не түсінсіз, соны жазыңыз, окей? Так, окс деген қалай аударады? Это, короче, бұқа, типа бұқа, да. Башқұртта пурононстың өзі. Енді қараңыздар. Пурононс деген сіз білесіз, бір минут қайталап түсіндіріп жіберейін, я? Пурононс деген көпше түр. Допустим, қазір бір минут. Так, менде вот қараңыздар. Менде бір кәмпит бар, я? Бұл сингуляр, себебі кәмпит біреу қана. Ал енді қараңыздар. Менде қазір кәмпит өте көп. Вот. Бұл моментте бұлардың барлығы уже плурал, көпше түрде. Бұл түсінікті, я? Енді қараңыздар. Бізде көпше түрін жасаудың өте көп түрлері бар. Солар бізде қараңыздар. Обычно, егер зат есім бізде S аяқталса, немесе SHCH, не болса, brush, видите, мынаған аяқталып тұр ғой. Немесе X аяқталса, box, немесе O аяқталса, potato, немесе Z аяқталса, онда ES жалғаймыз. Видите? Brush, brushes, box, boxes деген сияқты. Егер тура сол сияқты F пен FI аяқталса, VS болып кетеді. Егер дауыссыз және Y мен болса, онда ES болып кетеді. Окей? Так, это гусь, қаз, қазақшасы. Так, сондай исключение бас. Негізі саны көп, но чаще всего ентада келетін осылар бізде. Чаще всего осы 13 штугы, может тағы да бір-екеу ұмытылған шығар, но ең жиі кездесетіндер осылар. Окей? Бұларды исключение дейді. Кеттік ары қарай жалғастырайық, я? Егер irregular pronouns және pronouns сіздерге түсінікті болса, онда біз ары қарай жылжи берейік, я? Сұрақтарыңыз бар ма осы бойынша? Сұрақтарыңыз болмаса, ары қарай кеттік, я? Енді қараңыздар. Бізде nouns, жаңағы біз енді зат есімнің көпше, жекеше, саналатын, саналмайтын түрін көрдік қой. Енді бізде тағы да 5 түрі бар екен. Ё-моё. Ол бізде қандай? Во-первых, ол бізде abstract noun, abstract, және concrete noun. Concrete. Келесі ол бізде common noun, так, common noun, және proper noun, proper. Енді еще ортасында бізде collective noun деген бар. Collective. Енді бірінші abstract'ты қарастырайық. Так, бірде қоямыз. Abstract. Abstract деген не? Абстрактный деген сөзді білесіздер ғой, я? Допустим, махаббат. Я? Махаббатты біз жалай аламыз ба? Немесе сүйіп, немесе қолымызбен ұстап, немесе сипалап. Ондай нәрсе жоқ, я? Білімді сендер ұстай аласыңдар ма қолдарыңмен? Немесе білімді аяқпен теуіп жібере аласыңдар ма? Жоқ. Тағы да не бар? Сезім, я? Ойбай, сонда махаббат, сезім деген нәрселер. Бүгінгі погода сондай болып тұр ғой. Я, қазақша дерексіз зат есім. Сезім, махаббат, білім, жек көрініш, тағы да не? Компаунд наунстарды басқа бөлек өтеміз, я? Компаунд adjectives дегендерді. Вот сондай сөздер бізде abstract noun. Допустим, мысалдар келтірейік, ол бізде love, я? Зат есім махаббат, я? Knowledge. Что у нас еще есть? Я believe, вера, я? Сіздер тоже сенімді келіп кеш, мен сен жалайын демейсіздер, ол көзге көрінбейтін нәрсе. Окей, молодцы. Ал енді concrete деген, конкретно деген сөзді білесіздер ма? Анау зың-зың деген өлеңде.
бар ғой? Ладно, окей, забудем. Concrete nouns. Біз жаттығымыз конкретный, эмоция, ощущение. То есть біз көзбен көре алмайтын, қолмен ұстай алмайтын сондай нәрселер ғой. Более такие абстрактные, хорошо? Дұрыс айтасыздар. Көзбен көре алмайтын, қолмен ұстай алмайтын. Friendship тоже болады, dream, арман, хорошо, молодцы. Concrete деген конкретный. Конкретный, то есть мне компьютер, мен на компьютер ұстай аламын. Я могу взять эту конфетку, открыть и съесть, но есть я ее не буду. Что еще? Вот, допустим, рюкзак. Физикалық тұрғыда мен алдымда тұр, мен оны ұстай аламын деген сияқты. Осының барлығы бізде concrete nouns. Кез келген сөз, который біз көзбен көре аламыз, қолмен ұстай аламыз. Water, да, тоже болады, молодцы. Car, машина, candy, компит, cake, торт. Что еще? Pie, молодцы. Что еще у нас? Допустим, phone, да? Кофе, хорошо. То есть біз иісін сезе аламыз, көзбен көре аламыз, осының барлығы. Молодцы, жақсы. Керемет. Вот осының барлығы абстракт және конкрет. Бұл қараңыздар, бұл бізде андай сөзде қолданылатын нәрсе емес та, бұл просто теория ғой. Сіздерден тестта келіп қалады. Так, мынаның ішінен абстракт наунды көрсет деген келеді. Сіздер ішінен абстрактты табасыздар. Конкретті көрсет десе, конкретті табасыздар. То есть сөйлегенде оны біз, так, мен сені жақсы көрем деп айтқым келеді. Димаш Әділет, мен сені жақсы көремін. Абстракт па или конкрет па деп ойлап отпайсыздар. Вообще спикингта бізге керек емес нәрсе. Просто теория, окей? Айналадағы егер көре алатын, ұстай алатын нәрселер болса, конкретқа жатқыза бересіздер. Келесі бізде үшіншісі common noun. Қазақша бұны бізде common мен properді жалпы және жалқы есім. Допустим, girl. Girl, қыз десе, сіздер не елестетесіздер? Мынандай бір. Ой. Так. Ерні типа, мойны, көйлегі. Какой-то осындай бір қызды. Просто қыз, Ал, допустим, қатар proper'ды алып келейік. Proper. Ол уже жалқы есім, нақты. Допустим, Айдана десек. Или Гоха, не без себя уже совсем неплохо деп. Girl, это еще начало мысалдарыңыз күшті дейді ғой, ертең көре жатасыңдар. Girl, немесе Айдана. Girl, яғни жалпы қыз бала какой-то, Айдана это уже адам, Допустим, city, қала. Big city life, өткен өмірі А егер Алматы десек, уже бізде нақты нәрсе тұр, Егер бізде car десек, машина. Жалпы төрт дөңгелек бар, какой-то бір железо, дұрыс па? Ал егер біз Жигули десек, уже нақты, Жигули. Week десек, жалпы апта, Monday десек, уже понедельник, понятно, Тағы қандай осының мысалдары бар. Country десек, country, мемлекет, Уже біз, допустим, the USA десек, уже США, бізде нақты бір мемлекет тұр, Вот. Түсінікті ғой? То есть жалпы есім, жалпы. Girl, city, car, week, country дегендер олар бізде жалпы. Ал Айдана, Алматы, Жигули, Monday, the USA деген бәрі жалпы. Дұрыс. Мысалы, restaurant десең, ол бізде просто ресторан, ал McDonald's десең, ол уже proper, Так. Фон десең, дұрыс, ол просто телефон, iPhone десең, уже iPhone, уже нақты нәрсе. Идем дальше. Сонымен бізде түсінікті, Common, proper бойынша сұрақтар жоқ қой. Сұрақтар болмаса, онда collective noun дегенге қарайық. Collective nounды қай жерге сидір жерсем болады мен. Давайте новый бетті аша салайын. Так, кеттік ары қарай. Так. Енді collective noun дегенен, коллективный. Коллектив деген екен білесіңдер ма? Collective noun. Так, car, конкрет, common-ға жата береміз. Жоқ, car ол common болады, потому что жалпы машина. А егер сен Tesla, Toyota, Lada, Priora десең, онда ол бізде уже конкрет бөгет, потому что сен именно қандай машина, Потому что егер сен мама-папаңа I want a car for my birthday, мен туған күніме машина қалаймын десең, саған келеді Жигулиді әкеп береді. А егер сен I want Tesla десең, саған Тесланы әкеп береді, Вот. Кеттік, collective noun. Collective noun деген не? Collective noun деген, мынандай. Бізде бір-ақ сөз бар, и бір сөзбен
біз ішіне көп нәрсені сыйғыз жібереміз. Ол қалай? Допустим, team. Team деген не? Команда. Дұрыс па? Команда, бірақ адам команда бола алмайды. Командада как минимум 2 адам болу керек. Я? Как минимум 2 адам. Яғни, мынау бізде, допустим, Айгерім болсын, я? Мынау бізде Гаухар болсын. Ой, Гаухардың аяғы ауысқа кетіп қалды ғой. Так, подождите. Мынау бізде Эльмира болсын, я? Вот. Мыналардың барлығы бір сөзбен ғана сипаттаймын. Team, команда. Я? Ары қарай. Мысалы, family. Family тоже бірақ адам өзінен өзі отбасы болмайды. Familyда как минимум 2 адам болу керек. Отбасы, я? Тоже біз бірнеше адамның қосындысын family дейміз. Тағы да осындай мысалдар бар. Допустим, билік, я? Акимат қайда қарап жатыр. Government. Government билік емес, қалай айтса болады? Правительство. Қазақшасы қалай? Ладно, билік бола берсін, я? Правительство. Вот, тоже ішінде депутат, парламент, жаңағы президент, министр дегеннің барлығы кетіп қалады. Вот, county, team, хорошо, audience, молодцы. То есть сіздер түсіндіңіздер, collective noun деген не? Я, когда мы имеем в виду одну вещь, а внутри уже ішінде көп нәрселер бар. Түсінікті ғой? Егер мынау түсінікті болса, онда біз ары қарай жылжиық, я? Бізде plural only nouns деген бар. Қазір мен мына бүкіл сөздерді сіздерге переводтарын жасап отпаймын, потому что ұзақ уақыт кетеді. Қалай ол plural only nouns? Яғни бұл бұл зат есімдер тек қана көпше түрі бар, жекеше түрі жоқ. Мысалы, scissors, ножницы. Сіздер ножница демейсіздер ғой, ножницы, потому что екі мынандай нож қайшы несі бар, я, пышағы деген сияқты. То есть олар всегда trousers, pants, shorts, jeans, briefs деген сияқты. Олардың всегда көпше түрде ғана жүреді. Сіздер жекеше айта алмайсыздар, я? Мысалы, колготки дегенде сіздер тек бір аяғын ғана киіп алып, мәз болып жүрмейсіздер ғой. Мен бүгін капрон сатып алдым деп, бір аяқтың капронын ғана киіп алып, дұрыс па? Вот. Earphones, допустим, наушник, бір ғана наушникпен жүрмейсіңдер, олар всегда екеуі жүреді, я? Но енді біреу істемей қалса или там AirPods-ын біреудің зарядкасы бітіп қалса, это исключение. Ну а так вы поняли, я? То есть мыналарды сіздер жаттап алуыңыз керексіздер, жазып алуыңыз керексіздер. Мен сіздерге айтайыншы, тестта ең часто келетіндері қайсы? Тестта мынау келеді часто. Мынау келеді. Мынау келеді. Вот, осылар ең жиі келетіндер тесттан. Бар оғын, пожалуйста, скриншоттап аламыз. Қазір сіздер жазып отырсаңыздар ұзақ уақыт болады, или кейін видеоны қарайсыздар. То есть бұл зат есімдердің тек қана көпше түрі бар, біз соны есімізге сақтаймыз, окей? Кеттік ары қарай. Енді біз артикль туралы сөйлесейік. Артикль деген нәрсе, қараңыздар, қазақ тілінде, орыс тілінде артикль деген понятие жоқ. Ол бізде анау роман, герман, француз, неміс, ағылшын тілдерінде понятно, я? Артикль ол бізде қалай айтса болады? Ол зат есімді определять етіп тұр, анықтап тұр, я? Мысалы, на компьютерді рекламировать етіп бердім ғой. A candy. То есть мен алдына артикль қойып, мынаны сипаттап тұрмын. Я хочу сказать, что ол именно бір-ақ штук. Я, компит. Енді қараңыздар, достар. Артикльдің бізде негізі екі түрі бар. Так. Ол бізде definite article және де indefinite article. Indefinite. Яғни белгілі, белгісіз. Definite articleға тек бір-ақ артикль жатады. Ол the. Ол туралы кейін сөйлесетін боламыз. Хорошо, басқа сабақта, потому что пипец ұзақ уақыт. Indefinite дегеніміз, оның екі түрі бар. Қазір біз солар туралы сөйлесеміз. Және n. Енді, достар, қарайық. Мен n бізде one деген білдіреді. Number one, я? Яғни, бір-ақ штуктен, бір дегенді білдіреді. Енді қарайық, бұның тарихын мен уже білемін. Сонау баяғы заманда ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, ағылшындарда еще Шекспир туылмай тұрып, әлі ағылшындар деген ұлт құра алмай тұрып, анау латын тілінен примерно бәрі ұқсас аралас жүргенде, ағылшын тілі вообще басқаша болатын. Қазіргі ағылшын тілі мен сол кездегі ағылшын тілі это вообще разные вещи. Вот сол кезде, достар, one деген орнына, бір деген, один дегеннің орнына, я, uno, бүкіл тілді айтып шықсаң. One дегеннің орнына, n деген қолданатын. То есть, мынау n, one дегенді білдіретін. Ұқсайды по сути, я? Сөйтіп, адамдар, когда бір нәрсенің бір-ақ штук екенін айтқысы келгенде, n деп айтатын. I have n book.
I have an bag деген сияқты. Кейін жүре алдында соңында тұрған н бар ғой, н деген звук, иә? Ол түсіп қалды. И сөйтіп екеуі пайда болды. Анау гаметалардан зиготалар бөлінеді ғой, сол сияқты. Және н болды. И сол кезде ол мынандай ереже пайда болды. Что бізде дауыссыздан басталатындарға, ал n дауыстыдан басталатындармен қолданылады. Sorry. Так, да, ё-моё. Что за... Так. 1 минут. Дауыстыдан басталатын зат есімдердің алдына қойылған. Енді қарайық. Мынандай нәрсені естеріңізге сақтап алыңыздар. Пожалуйста, осы жерде өте ұқыпты тыңдаймыз, құлақтарымызды саламыз. N артиклі тек қана саналатын жекеше зат есіммен қолданылады. Саналатын, яғни біз water, tea, rice дегендермен қолданамаймыз. Окей? Бұл біріншісі. Екіншісі, біз оны көпшемен қолданамыз, потому что енді логичный айтып тұр ғой, деген, немесе n деген one дегенді білдіреді ғой. То есть біз бір-ақ нәрсе туралы айтқан кезде осыны қолданамыз. Окей? Сонда біз water деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. N water деп айта аламыз ба? Жоқ. Потому что саналмайды, иә? People деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз, потому что people көпше түрде. Мен мына жаққа жазып қояйын. Саналатын жекеше зат есім. Мысалы, book, n orange. Кеп тұр, иә? Енді давайте мен сіздерге қазір мына жерге бір тапсырма жазайын. 5-6 сөз ғана. Сіздер чатқа маған қалай болатын жазып жіберіңіздер. Хорошо? То есть сіздер чатқанда жеке-жеке емес, сразу 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген барлығын бір сообщениемен жіберіңіздер, чтобы мен көретіндей. Мен қазір алдына сіздер немесе n артиклін қоюларыңыз керексіздер. Договорились? Жеке-жеке емес, бәрін бір сообщениемен. О, жеке-жеке емес, бір сообщениемен десем, жеке-жеке жазып қанарым ғой кетті. Ладно, жарайды енді. Глаз, ноутбук, час, зонтик, университет, честность. Так, не кетті. Так, вот, мне уже Ярасол. Бәрін бір сообщениемен жазып жіберді. Нуриза Турсын тоже. A laptop, an hour, an umbrella, an university, a honesty. Енді қараңыздар. Жауаптары сонымен барабанная дробь. Жауаптары қандай болады? Біріншісі дұрыс. N-I болады, потому что дауыстыдан басталып тұр, иә? I. Екіншісі болады. A laptop, потому что дауыстыдан басталып тұр. Но үшіншісі, достар, бізде hour емес, N-hour болады. Неге? Себебі бізде дауыссыз дауысты. Не болу керек ол? Дыбыс болу керек. Окей? Сол үшін hour емес, N-hour болады. H оқымай етесіздер. What hour is it демейсіздер ғой? Дұрыс басыр. Oh, it's been 5 hours демейсіздер, иә? It's been 5 hours. Hour деп оқимыз, окей? Түсінікті ғой, не үшін 3-те N болатын? Түсінікті ма? Түсінікті болса плюсік жіберіңіздер. Енді қараңыздар, umbrella. Дауысы біз адам басылып тұр. Окей, дұрыс. N umbrella. Бірақ university, екеуін дыбысы бірдей әріп қой. Бірақ university болады. Неге? Себебі, қараңыздар, U деген звук бар ғой. Егер ол A деп оқылса, онда ол дауысты. А егер ол U деп оқылса, онда дауыссыз. И на жерде тоже сіздер honesty is very important демейсіздер, сіздер honesty тоже H оқылмай кетеді. Сол үшін N honesty. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма мыналар бойынша? Сонда бізде қараңыздар, hour емес hour болады, H оқылмай кетеді. Сол үшін бізде N қойдық, иә? Umbrella мен university понятно болды ғой? Дала күшті, жаңбыр жауып тұр. Umbrella бізде
А дауысты болып тұр, university бізде дауыссыз болып тұр, и honesty. Сұрақ бар ма мынау бойынша? Сұрақ жоқ болса, мен сіздерге еще мынандай нәрсені айтқым келіп тұр. Бізде қараңыздар, какой-то бір зат есімді, какой-то бір сын есім сипаттап береді. Допустим, girl, қыз, иә? И smart girl. Smart деген ол сын есім. Қандай қыз? Ақылды қыз, иә? И біз енді girl дегенге не қойғымыз келеді ғой? Артикль. Біз smart a girl дейміз, a smart girl дейміз. Хорошо? Надо слам хотела, да? A smart girl. То есть, егер сын есім тұрса, сын есім алдына тұрып кетеді. Окей? Конечно, мен күшті түсіндіремін өзім сондай күшті адам болсам. Егер артикль бойынша понятно болса, мен сіздерге еще мынандай нәрсені түсіндіргім келіп кетті, ұмытып кетіппін, жаңа жоқ, енді келдік оған. Yeah. Both countable and uncountable nouns. Я видео сақталады. Яғни, бұл зат есімдер бізде и саналады, и саналмайды. То есть, екеуі де бола алады. То есть, и саналатын, и саналмайтын. Ол қалай? Кеттік, бірінші оны қарастырамыз, иә? Біріншісі, мынау қандай сөз? Қалай ойлайсыздар? Чатқа жазыңыздаршы, қандай сөз? Темір. Может, ағылшынша жазамыз? Темір, хорошо, ағылшынша қалай болады? Iron. Дұрыс, иә. Мынау бізде Iron Man. Қараңыздар, iron деген екі мағына береді. Біреуі темір. Темір болған кезде ол бізде uncountable, саналмайды. Uncountable. Ал екіншісі ол үтік. Үтік болған кезде ол бізде саналады. Countable. Түсінікті ма? То есть, темірді, есім біз темірді айтырсақ онда саналмайды, егер үтік болса саналады. Кеттік. Мынау қандай сөз? Фанфик оқитындар сразу табады. Фанфик, андай. Альфа, омега. Дұрыс. Мынау глаз. Енді қараңыздар, егер біз стеклоны айтсақ, сіздер оқитын стекло бар ғой, или обычно физический стекло, ясно? Онда ол бізде не болады? Uncountable. Егер біз стаканды айтатын болсақ, онда ол бізде не? Countable. Хорошо? Countable. Стакан. Кеттік ары қарай. Мынау қандай сөз? Мынау бізде не? Time. Енді қараңыздар. Егер біз жалпы уақыт түсінігін алатын болсақ, уақыт түсінігін алатын болсақ, онда ол бізде саналмайды. Так, подождите. Uncountable. Достар, сендер қайда асып баратсыңдар, айтыңдаршы, арттарынан бір қуып баратыр ма, уже келесі сөздерді жазып жатыр бәрі. Uncountable. Жалпы сағат осынша көп уақыт болды, иә? Немесе ұзақ уақыт өтті деген сияқты. Ал екіншісі рет. Мысалы, I go to the gym 3 times a week. То есть мен тренажеркаға аптасына 3 рет барамын. 3 рет. Видите? Осы сөз бізде осындай жағдайда саналатын болады. Окей? Кеттік ары қарай. Мынау қандай сөз? Қалай ойлайсыздар? Мынау бізде мына айрон деп отқандар әлі арт жақта қарап отыр ғой. Дұрыс, paper. Енді қай жағдайда ол саналады, қай жағдайда саналмайды. Если бізде paper, какой-то бір қағаз айтылатын болса, онда ол бізде uncountable. Окей? Ал егер де бізде paper деп еще документтарды айтады. Ой, ду деппін ғой. Сейчас 1 минут. Документы. Егер документы болса, онда ол countable, яғни саналады. Countable. Окей? То есть uncountable және countable nouns.
Мысалы, oh, it's time, I have to give him some papers about the law, я? Я должна дать ему какие-то документы, связанные с новым законом. Немесе, could you give me some papers? Маған кішкене қағаз бере аласың ба деген сияқты. Енді мынандай сұрақ туындайды. Неге қағаз бізде саналмайды, иә? Мысалы, майда неге саналмайды? Когда бізде қағаз, білесіздер, ағаштан жасалады. Бір нәрседен құралған кезде, көп нәрселердің құрамынан, иә? Қағазда не істейді, оны суға салады, жаңағы ағаштан кеседі, бірінке қылады. Онда ол саналмайтын болады. Дальше жылжи. Мынау не? Light. Если мы говорим энергия, жалпы жарық энергиясын айтатын болсақ, онда ол uncountable. Ал егер де біз лампа, немесе лампочка, иә? Лампа туралы айтатын болсақ, онда uncountable. Мысалы, суретте ол бізде лампа, ол бізде санаймыз, иә? 5 лампочка алып келші дейді ғой. Countable. Түсінікті, иә? Кеттік ары қарай. Бізде не? Chicken. Сонда қай жағдайда ол саналады, қай жағдайда саналмайды? Жүгіріп жүрген тірі тауық болса, онда ол бізде countable. Қарны ашып тұрғандар болса, sorry, аппетиттарымды айтып жүрсем. Так. Мына бізде countable. А егер де біз осы тауықты алдық та 1 hour later, иә? 1 сағаттан кейін мына тауық. Егер духовкаға салып пісіріп қойсақ, онда ол бізде уже не болып кетеді? Uncountable. Түсінікті ма? Ну, типа слезы. Вот. Я жазу керек, себебі осылар сіздерге тестте келеді. Обязательно келеді. Both countable and uncountable noun деген нәрселер. Идем дальше. Енді мынандай бірнеше сөздер бар, бұлардың кажы айтамайын. Енді қараңыздар. Бізде негізі всегда үйретеді. Hair, ол бізде саналмайды дейді, иә? Hair, шаш саналмайды деп айтады, себебі көп. Сіздер парикмахерскийға барасыздар да, там салон крестен. Я хочу немного изменений. Можете, пожалуйста, маған мына шашымды кесіп бересіз бе деп айтпайсыздар ғой, иә? Сіздер жалпы шаштарыңызды кесіресіздер, сіздер санаймайсыздар. Ну, допустим, давайте бір жағдайды елестетейік. Допустим, мына жерде Гаухар, иә? Гаухар қазір жасы 16-та примерно. 10 жылдан кейін Гаухар бір бай жігітке күйеуге шығады. Бір масикқа. Оның аты там, допустим, ну қандай болсын, аты придумайте. Жан-Клод Ван Дам болсын, иә? Димаш болсын, хорошо. Димаш деген. Сөйтіп, анау Димаш, короче, бизнес, движение, сообщение, анау. Сөйтіп, андай үлкен үйі бар Алматыда, 5 этажды особняк. Сөйтіп, Гаухардың 7 баласы бар. Гаухардың бар жұмысы, жаңағыдай өзінің шелковый көйлегін киіп алады да, неге Теслаға отырады да, андай күйеуіне, дорогой, бүгін ужинды Францияға барып ішіп келейікші деп, иә? Или балаларын жаңағы курсқа апарады, садикқа апарады, мектепке апарады, сөйтіп, сосын күйеу жаңағы барс еткісін келіп алады, андай еркек қандай, сақал өсіріп алған ше. Жан, өзің біл, қанша ақша тастайын Каспиңа дейді. Сосын бүгінше 10 миллион жетеді дейді Гаухар. Сосын кейін жаңағы все хорошо скинул дейді. Сөйтіп Гаухар күшті өмір сүріп, 7 баласын садикқа, анда-мында алып барады. Жаңағы масик. Кім? Димаштың бізде Геленвагені бар, последний версиясы, и салоны қызыл. Гаухар, сенің, по-моему, шашың қара, иә? Мынандай қоңыр менің сияқты. Вот. И бір күні Гаухар айтады, мен Түркияға апарып тасташы, бір-екі күнге қыдырып барғым келеді дейді да. Сосын кейін жаңағы масик айтады, хорошо, жарайды жаным, отыр машина дейді, андай қыс уақытты ғой. Жаңағы несін киіп алады, норковый шубасын, бриллианттарын тағып алады да, келіп жаңағы қызыл кожаный Геленвагенге отырады. И алдыңғы сиденьеға отырса, ішінен не тауып алады? Ішінен шаш тауып алады. Блондинканың, аппақ шаш тауып алады. Вряд ли енді Димаш жаңағы геликпен таксовать етеді, иә? Бос уақытында, индрайверда или Яндекс таксида. И такой келеді, бай, ана шаш тауып алады, такой шаш ақ қой, өзіңіз шаш қара. Жан дейді да. Сосын кейін анау бай қарайды, андай
түрі қорқынып тұр да. И содан кейін Гаухар жаңағы скандал ашады, анау мынау, типа не, то да сё, то сөйтсе Димаш оған изменять еткен, сөйтсе какой-то бір Аяулым деген қыз бар екен, басқа жақта шашы сары. И шу ажырасады екеуі, қырылысады, жаңағы бүкіл 7 баланы Гаухар алып кетіп қалады, ауылға Жетісайға. Сөйтіп не миллион да жоқ, не Францияда жоқ, сөйтіп байғұс Гаухар қалып қалады жаңағыдай бір тал шаш үшін. Вот. Сонда мен айтқым келгені не? Қайда бізде біреуді изменада ұстап алған кезде, немесе тамақтың ішінен тауып алған кезде бір штук шаш болатын болса, онда ол саналады. Потому что бір штук шаш алдыда Гаухардың бүкіл өмірін өзгертіп тастады. Иә? Егер біз парикмахерскийға баратын болсақ, онда біз жалпы шаш uncountable болады. Түсіндің ғой, қашан саналады, қашан саналмайды, иә? Вот. Бұл шаш туралы. То же самое, шаш туралы понятно болды, түсінікті болса, бізде еще күріш деген бар, иә? Rice. Оны тоже айтады, саналмайды дейді да. Но Золушканы білесіздер ғой? Золушканың андай Гаухар типа андай амин дейді, қайтадан артқа қарай қайтарып жіберген ғой примерно сразу. Райс, Гаухардың не айтып отырмын мен? Золушканың бірнеше версиялары бар. Золушканың бір версиясында, короче, мачехасы келеді, күріш пен гречканы бірдеңкені араластырып береді да, сөйтіп ананы екеуін бөлгеннен кейін бірақ барасың дейді. Сен Золушка черт қойды, отырады ана екеуін бөліп, күрішті бөлек. И сол кезде Золушка не істейді? Каждый күрішті андай жеке-жеке алып отырады, андай черт сияқты. Бір күріш мында, бір гречка анда, сөйтіп отырып. Сол жағдайда бізде күріш саналады. Бірақ сендер Магнумға барып, мен бүгін плов жасайын деп жатырмын, тете маған 5 штук күріш беріңізші демейсіңдер ғой? Сендер жаңағыда нені аласыңдар да, тық етіп саласыңдар. Ондай жағдайда күріш бізде саналмайды, түсінікті, иә? Келесі room. Енді room қараңыздар. Бұл бізде көп бірнеше мағынада ғой. Комната болса, комната. Комната деген мағынада ол бізде саналады. Саналады. То есть I have 5 rooms, I have 2 rooms деген сияқты. А еще room деген пространство, яғни кеңістік. Қазақша жазайын, иә? Так, үшінші қайда? Кеңістік. Кеңістік. Кеңістік деген кезде, онда ол не болады? Uncountable болады. Uncountable. Вот, ну, мысалы, мынандай мен книжный полкам тұр, ішінде бір новый кітапқа орын жетпей тұр. Oh, I need some room for my book дейсіздер. Кеттік. Meat, мясо. Да? Мясо, короче, былай. Жалпы барып, бүгін біз бешбармақ жасаймыз деп етті саласыңдар ғой қазанға. Ондай жағдайда мясо бізде саналмайды. Ол uncountable. Но егер еттің түрі болса, андай закуска, мынау мысықтың еті, мынау күшіктің еті, мынау тышқанның еті, мынау жылқының еті деген сияқты айтып шыққан кезде, иә, мысықтың етін беріңдерші, пожалуйста деп. Онда ол бізде саналатын болады. То есть жаңа фиш сияқты түрлері болған кезде. Окей? Пример книга семьи. Дарамшықтар табылып қалған мына жақта. Мен де дарамшықтамын. Еще анимешницамын. Аниме көп қарамаймын. Кеттік, ары. Фрут. Жалпы біз жаңағыдай фрукты деген түсінікті айтатын болсақ, оны саналмайды бізде. Хорошо? Ағаштың үстінде мысалы фрукт өсіп тұрады, алмалар деген сияқты, иә? Но опять же тойға барамыз, иә? Тойда жаңа бір тарелкада бізде балықтың түрі, бір тарелкада бізде еттің түрі, мысықтың еті, тышқанның еті, ал бір тарелкада бізде банан, алма, виноград, киви, манго, бәрі. Ешкім бірақ тойда манго қоймайды ғой негізі. Осының бәрін салып қойсаң, түрі болса, онда ол саналатын болады. Хорошо? I have different types of fruits деген сияқты. То есть фруктының түрі болса, онда ол саналады. Түсінікті ма? Вот. Кеттік. Фрутсты егер біз қаратын фруктыны айттық. Кеттік fire. Қандай өлең білесіздер ме? Fire on fire деген. Бір алма, үш апельсин болса саналады. Fire, короче, ол былай. Жалпылама от деген түсінікті алсақ, иә? Мысалы, Уми апай от десеңдер, от деген түсінікті алсаңдар, онда ол саналмайды. Но егер де мына жақтан біз келдік, бір бревноны өртеп жатырмыз, иә, немесе ана жақта мектеп өртеніп жатыр. Сол кездегі определенный бір огонь болса, огонек, онда ол саналады. Хорошо? Килограмм, 1 kilogram of fruits. Егер әртүрлі фруктар алсаңыздар, онда саналады, иә. То есть пожар бір нақты бір нәрсе жанып өртеніп жатса, онда саналады. А егер жалпы от деген айтсақ, онда саналмайды. И memory. Memory деген память. Енді қараңыздар. Егер бізде есінде ме бұрында аженің үйіне барып,
қымыз ішіп, иттермен ойнап, тоңқайып, көшеде тастардың топырақтың үстінде жатып ұйықтап қалушы едік қой деп. То есть біз когда память айтамыз ғой, иә, какой-то бір неміз воспоминания олар біз, иә. То есть воспоминание болса, онда ол так, подождите. Ой, память болсын. Воспоминание бар болса, воспоминание. Ой, ё-моё. Воспоминания. Онда ол бізде саналады. I have lots of memories about my childhood, иә. То есть мен бала кезімде өте көп воспоминания, естелік. Қазақшасын жазып қойын, иә. Естелік. А егер бізде память болса, мысалы менің телефонның памяти 128 гигабайт десек, иә. Телефонның памяти, там, адамның памяти, онда ол саналмайды. Түсінікті ғой, саналатын, саналмайтын кез. иә? Диночка деймін, ойбай. Ерасым. Fire it's you деймін. Түсінікті ма мына нәрселер? Сұрақ бар ма солар бойынша? Давайте бір қайта алып шығайық, иә? Мысық ниетінде қап кеттім ғой дейді. Сонымен бізде countable, uncountable саналатын және саналмайтын зат есімдер, иә. Сонда бізде саналатын зат есімнің өзі singular, plural, жекеше көпше деп бөлінеді. Көпше зат есімдер бізде s жалғану арқылы жасалады. Кейде бізде s, ss, sh, ch, x, oz болса es жалғаймыз, fe болса vs жалғаймыз. Егер дауыссыз және y болса es жалғаймыз. Еще бізде irregular, plural nouns деген тақырыпты үйрендік, иә. Яғни зат есімнің бізде көпше түрі басқаша бар. Child, goose, geese деген сияқты. Ары қарай бізде наунның түрлерін қарастырып шықтық. Abstract, абстракт, көзге көрінбейтін, иә. Concrete деген бірінші бетті жай шама. Нанма. Потом айналдырып көре салсын. Ой. Абстрактный деген, иә. Concrete деген нақты біз жауап, дәмін көре алатын нәрселер. Collective деген, яғни бірнеше зат бір сөзбен сипатталады. Common деген бізде жалпы, proper деген жалқы, иә. Еще тек қана көпше түрде ғана болатын бізде зат есімдер бар. Оларды біз тоже қарастырдық. Что еще бар? Артикльді қарастырдық, иә. En артиклі қашан қолданады? Біз есімізге сақтаймыз, что дыбыс оқымайтын болса, онда біз қоймаймыз деген нәрсені. Ары қарай біз көпше де, жекеше де болатын зат есімдерді қарастырдық, иә. Железный человек бізде. Что еще? Стекло, уақыт, иә. Документы болса саналады, қағаз болса саналмайды деп. Свет, тауықты пісірдік, иә. Бүгін біз саналады, егер тірі тауық болса саналады, егер KFC-ға кетіп қалған тауық болса, уже саналмайтын болып кетеді. Сонымен Гаухардың личный жизнін, болашағын анықтадық, иә. Шашпен бірге Золушканың черт екеніне көз жеткіздік. И осымен бізде сабақ бітті. Енді бізде примерно уақыт бар. Мен сіздерге мынандай нәрсе айтқым келеді. Телеграмда мен сіздердің кураторыңызға канал жіберемін. Мынандай бізде мынандай телеграм канал бар. Осының ішінде керек кітаптар бар бізде. Керек кітаптар бар. И осының ішінде ең маңызды, так мен жібермедім бе? Раймонд Мерфи деген кітап бар. Міне мынау. Осы кітап бойынша, пожалуйста, сіздер жаттығу орындаңыздар. Окей? Қараңыздар, мен осы бойынша жекелеп беріп тұрамыз. Негізі көбінесе біз бұларды сабақ уақытында орындайтын боламыз. Бүгін бізде сабақ уақытында орындауға уақыт болмай қалып жатыр. Бірақ қараңыздар, ішінде бүкіл тақырыптар қамтылған. Енді бізде қазір үлгермегендіктен сіздер үйде мына жерде юниттар жазылған, видите? 69-70-ші юнитті өздеріңіз үшін орындасаңыздар болады. Хорошо? Countable, uncountable nouns бойынша. 71-ді уже қажет емес. Барлығы и тому подобное. Мен өзім 11-ші сынып болғанда қосымша ештеңеге қатыспағам, тек қана осы кітап бойынша жұмыс жасағам. И маған көмектескен осы нәрсе. Жақсы ма? Егер барлығы түсінікті болса, онда пока что бүгінше осымен аяқтайық. Егер сұрақтарыңыз болса, прям қазір чатқа сұрақтарыңызды қойыңыздар, бізде чуть-чуть уақыт бар. И біз сол сұрақтарға жауап беремін. Бұл уровеньге бөлінген емес, бұның elementary деген бар, бірақ elementary реально оңай, слишком тупой. Мынау intermediate level, и осы негізі ең жақсы. For intermediate learners of English дейді. Но ішінде бүкіл грамматика қамтылған. Именно ент-да осының ішінде грамматика қабылданған ғой. Зрением жетпей жатыр. Міне English Grammar in Use, Раймонд Мерфи дейді. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Үй тапсырмасы деген өздеріңіз үшін орындайсыздар, басқа үй тапсырмасын сіздерге кураторыңыз береді өздері платформаға. Yes, I am деп па. Өстіз мақтай берсіңдерші.
Есть еще вопросы? Мен телеграмға жіберемін, телеграм каналсы жіберемін. Ішіне күшік кітаптар бар. Осы ссылканы да жібере саламын мен қазір. Кітапты өзінің несін. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Жіберем кітапты, уайымдамаңдар. Я әрине сабақ кезінде желательно барлығын жазып отырыңыздар. Upper intermediate-тікі именно мынандай жоқ, бірақ басқаша кітаптар бар. Мен телеганың ссылкасын жіберемін, ішінде күшік кітаптар бар, соларды алсаңыздар болады. Что еще? Рахмет. Онда сұрақтарыңызды қойыңыздар, сұрақтарыңыз болмаса, всем пока. Удачи. Буду просто советовать эту жатырмын өзім жасыңыз. Апа не в тему, что за ноты екен білсе болады ма? Huawei Mate бірдеңке 10 деген, короче. Huawei, егер қандай нені жасау керек, аты қалай еді? Бір клавишаларды басу керек болса, онда айтам. Ну еще алыстан неге ұқсайды? MacBookқа Huawei деген дәу жазу тұрмаса. Все, хорошо. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда всем пока. Так.